Саламатсыздар ма қазақ елі? Есімім Гүлбану, Қызылорда облысы Шиелі ауданының тұрғынымын. Сіздерден көмек сұраймын, халқым. Маған көмектесіңіздер. Баламды үйленген үшін 12 жыл бас бостандығынан айырып отыр. Өтінемін, маған көмектесіңіздерші. Баламның бар айыбы. Үйленгеннен кейін, неке қиылғаннан кейін келініммен жыныстық қатынасқа түскендегісі. Өтінемін, көмектесіңіздерші маған. Әділ шешім шығаруға. Әділеттілік танытуға көмектесіңіздерші маған. Балама адвокат жалдағам. Әбілдаев Болат деген кісіні 1 миллион сыйақысын беріп, шығарып алам, көмектесем деп еді. Керісінше баламның ісінің үстіне іс қосып, балама келінімді 13 жасынан бастап зорлап, зорлық көрсеткен деп, 15 жасында үйіне зорлықпен әкелген деп, солай іс тігіп жіберген баламның үстіне. Өтінемін сіздерден, көмектесіңіздерші маған. Басымды ойға да қырға да бармаған жерім жоқ. Жұрттың бәріне барып көмек сұрап жатыр. Өтінемін, көмектесіңіздерші маған. Қызылорда облысының әкімі Нәлібай Бәшбекұлының назарында, Қызылорда облыстық соттың назарында қазіргі таңда қайта қарауға баламы беріп жатыр. Басқа адвокат мырзаны жалдап. Өтінемін, көмектесіңіздерші маған. Әділ шешім шықсын, баламның ісін әділетті қылып шешіп беріңіздерші. Өтінемін. Үйімнің асыраушысы осы балам. Жолдасым 1-ші группа инвалид. Кәмелет жасқа толмаған 3 балам бар әлі басқа. Келінімді өз еркімен алып келіп, екеуі сүйіп қосылған бір-біріне. Қазіргі таңда келінім үйімде отыр, жылап еңіреп, мама қашан келеді күйеуім деп. Біздің Қазақстанда заң жоқ қосында, әділеттілік деген қайда? Өтінемін. Жазықсыздан жазықсыз балам осылай кете бере ма? Көмектесіңіздерші маған. Қызылорда облысы соты Әлібек Мешбекұлы мырза, көмектесіңізші маған. Жоғарғы соттағы мырзалар, әділеттілік қайда сонда? Балам үшін. Баламның жазығы жоқ қой, ешқандай ешкімге істеген жоқ. Келіншегіне сүйіп қосылды, екеуі бір-бірін жақсы көреді. Келінім жылап еңіреп үйде отырып көмек сұраймын сіздерден, көмектесіңіздерші маған.